Табиғатының көркі тілауызды байлайтын Баянауылдың не сиқыры бар. Төсінде туған адам талант болып туады. Тау тасында ойнаған балаға қанат бітіп қабілет дариды. Жан сезімі жасыбайдай мөлдір, арман аңсары найзатастай биік болады. Құпиясын қойнына бүккен кемпір тастай тылсымдық дариды. Әйтеуір Баянауылда бесікке бөленген баланың даңқы алысқа кетеді. Талдары тасты жарып шығатын берекелі Баянауыл ұлылардың мекені. Қасиетті өлкенің қай тұсына барсаңыз да қадыр ақын айтқандай ескерткіш боп тұрып кеткен мықтыларды көресіз. Сондай бірегейлердің бірі қазақтың аса талантты режиссері, өнердің хас тарланы Шәкен Айманов болатын. Анау Баянауылдың жері ондай адамды туады. Ондай адам тегі туғанына таңғалмау керек. Ана Баянауылдың қасиетті жері. Осы Кәукен аға, Шәкен ағаның 70 жылдығында Кәукен аға, Асанәлі, Қуат аға бәріміз бардық. Сон Кәукен аға айттым, аға туған жеріңді көрсетші деп. Сон үйлерінің орнын көрсетті. Әлгінің жан жағына қарап отырсам, қойтас, үлкен қойтастар. Тек ананың үстіне шығып отырсаң, тастың үстіне шығып отырсаң, адам амал жоқ жаңағы. Анау дүниемен байланыс болады. Шәкен мысалы Семейде тәрбиеленді. Қажы Жұмұрат деген ағамыз болған, солық салып кетіп, Шәкенді сонда тәрбиеледі. Қазпрос деген сол Қазақ педагогический институт қойынды. Сонда оқыған Шәкен. Сонда тәрбиеленген. Мен болсам 32-ші жылы Алматыға кеттім, сол Қажы Жұмұрат ағамыз алып келді. Сонда тәрбиелендім. Сонда сол Баянның өзінің ішін аралап қарасаңыз, енді бұл аса көп тексерілмеген район. Бұның өзін тексеру керек сықылды. Неге осынша көп данышпан адамдар шыққан? Қайдан келді бұл? Неге басқа райондарда жоқ? Баянауылда, Көкшетауда, Қарқаралыда, міне осындай жерлерде бар. Көп ұлы адамдар шыққан. Соның біреуі осы Шәкен ағамыз. Шәкен жас шағынан өнерге бейім екенін байқатқан. Күлшеде иленген текше-текше тастарға секіріп ойнаған бала биік-биік белестерге көз тіккен. Шәкенді Баянауылдың сұлу табиғаты әртіс қылып жаратып, алыс жолға ақ тілеумен аттандырған. Тіпті ағасына серік болсын дегендей, тете інісі Кәукенді де дарыннан кенде қылмаған. Міне Баянауыл осындай, әрі әсем, әрі мырза, әрі киелі. Шәкен өзі жасынан қара жұмысқа жоқ. Ойын күлкіге, өлең айтуға, қыз келіншектердің арасын жүгіруге, шылдақана болса, соны алдымен Шәкенді көресің. Қыз түсіп атса, Шәкенді көресің. Сондайлар жақсы көретін. Мына әлгі Шәкен екеуміздің бір өзімен ылғи мазақ қылатын Шәкен. Енді тетелес өстік қой. Мына Кенжетайдан 3 ұл тудық дейді. Әбдікәрім, Шаққәрім, Әбдірахим деп мен. Сонда сол Әбдікәримді оны абдан деп кеттік қой. Сол енді баланың үлкені тұңғыш деп оны еркелетеді. Оның алдына бас еді, әкемізде, шешемізде. Кенжеміз деп, Кенжетайып дейді мені, Кенжетайып бас еді. Ал мен ортаншы болдым. Сол жолда тұрған алдында күлкі айтып отыратын. Ортаншыға оқты емес деген мақал бар. Мен қорлықта өстім. Мен езілген тап болдым. Деп жұртты күлдіреді баратын. Шәкен қайда жүрсе де туған жерінен тамырын үзбеген. Баянауылды жан тәнімен жақсы көрген. Айманов фильмдеріне зер салып отырсаңыз, жасыл желек жамылған қырқаларды, жақпар-жақпар тастарды, тау басына өскен, көкке шаншылған қарағайлар мен қайыңдарды көресіз. Бұл Баянауыл. Қолы қалт еткенде кино түсірушілер тобын ертіп алып осында тартатын.
баянға табаны тиді дегенше Шәкеннің делебесі қозып жүре беретін. Алдар көсе фильмінде Елубай Өмірзақов ойнаған бақсы өмірден алыныпты. Бұл Шәкеннің бала кезінде ауылында болған Иса Дуананың бейнесі көрінеді. Алғы жұмысқа мен жұмсайтын дейді. Бірақ шынында қара жұмыста жақсақыт көрмейді. Кейде сол тезектеріп келдіңдер деп шешеміз жібереді қойды. Соғын кетеміз екеуміз бір қавалып. Сосын Шәкеннің айтуы бойынша тезек жақын жерде жоқ дейді. Алысқа барамыз, анау адырдың ар жағына барамыз. Сосын мына Кенжетайды аяп дейді, Кенжетайыпты дейді. Мен алдыменен мен көтерейін, міне үйге шейін. Үйдің жарысына кегеше. Содан үйге шейін сен көтер, дейім дейді. Содан қапты толтырып арқасын салып, келе жетем дейді. Сол біраз шаршап келіп, өшеге тоқтайық, өшеден кейін сен көтересің десем, Кенжетайып түрегіп қошады үйге шейін дейді. Мені тастап келеді дейді. Содан үйге шаршап, маңдайымнан терім ағып, келіп енді апам айтайын, бұған ұрсысын, әкем айтайын ұрсысын деп келсем, оған ешкім ұрыспайды. Қайтып бетінен сипап, шаршап қалдым ба, балам деп, бетінен сөйтіп жатады апам дейді. Ал мені шаршап қалады, ешкім қарамайды дейді. Сөйтіп ылғи жолдастардың алдына осы кейін келге шейін менен ылғи маза қып, сондай күлдіріп кететін. Сол күлкі, сол жайдарлық Шәкенге өмірден өткенше серік болған. Олы режиссер туралы ойлай бастасаң, көз алдыңа күлімсіреп тұрған Шәкен келеді. Сол жымиысымен Баянауылдан алысқаттанған, осы күлкісімен киелі өнердің бесігінде тербелген. Семейде оқып жүргеннің өзінде де спектакльдерге қатысып, сол жерде театрға көп барып, содан сол жерде жүргенде кім әкетті ғой, біздің ұлы жазушымыз Ғабит Махмұтович Мүсіреп Семейге барып, Шәкеннің сондай талантлы екенін көріп, ойнап жүрген спектакльдерін көріп, сосын Өгізбайып деген бір республика еңбек сіңірген әртісіміз болатын, жақсы өте. Сол екеуін 33-ші жол алып келіп, драмға түсірген. Содан бері Шәкен драмда істеді. Қазақтың театр өнерінде де Шәкеннің қолтаңбасы қалды. Классикалық шығармалардағы бейнелерді қазақ топырағына таныстырды. Шәкеннің шынайы ойынына көрермен ықыластана қол соқты. Кино өнеріне тыңнан соқпақ салмағанда, біз оны театрдың теңдессіз тарлан ретінде таныр едік. Мен өзімше ойлаймын, Шәкен ерте кетті деп. Шында 56 жас дегенде тез кетті. Өйткені соны өзі сезгендей өмірде барлығын асыға жасайтын, тезірек жасайтын, тезірек көргісі келетін, тезірек барғысы келетін, тезірек жақсы спектакльдер жасағысы келетін. Бір жағынан киноға түсетін, бір жағынан драмда ойнайтын. Драмдағы ойнап жүргендер, драмдағы ойындар, енді ол драмбенен киноны салыстырғанда, драм театрға енді 700-800 келеді. Кинода дүниенің бәрі көреді, жұрттың бәрі көреді. Көп миллиондаған халық көреді. Мүмкін театр тар болды ма деп ойлаймын. Режиссер Шәкен Айманов. Бұл бір санаға әбден сіңісті болып кеткен ұғым. Айманов фильмдері шынайылығымен өмірдің өзін боямасыз бере білетіндігімен құдіретті. Тақиялы періштені 100 қайтара көрсең де жалықпайсың. Қараған сайын сүйсінесің. 60-шы жылдардағы Алматыны сағынасың. Біздің сүйікті дәрігерді тамашалап отырып, Шәкен ағаның қазақ өнерінің майталмандарының жас шағын шеберлікпен таспаға түсіріп, бүгінде алтыннан да қымбат кино альбом жасап бергенін көреміз. Ал атаманның ақырын түсірген Шәкен шеберліктің шыңына көтерілбеді. Аймановтың ажал құшқан атаманы Асанәліні де биік белеске шығарды. Бұл талантты артистер, дарынды режиссерге кез болған естен кетпес жылдар еді. Қилы кезең деген фильмде
бір 6-7 ай өткеннен кейін мені осы Алматыға шақырды Жаркенттен. Соны киностудияға келіп, кіреберістен өтіп бара жатсам, Шәкен ағаның бөлмесі тұр екен. Шәкен Айманов, СССР-ның халық әртісі деген. Бүйтіп қарап тұрдым да, жоны өте бермем, қалқан құлақ деді. О қаяқтан шыққанын біліп сөйтсем, Шәкен аға арт жағымнан келіп қапты ол кісіде. Сағат 9-дардың маңайы. Шәкен ағаны актер ретінде мен көрген жоқ болатынмын. Кинорежиссер ретінде атын еститінмін. Содан кейін денем дүр ете қалды жаңағы. Тоқ соққандай болды. Содан кейін қашан келдің деді. Содан мен айттым, сол 2-3 күн болды келгеніме деп. Анау қилы кезеңдегі фильмді, рөлімді дыбыстауға келдім деп сөйдедім. Содан кейін кер мынаған кір деді. Содан кейін бөлмесіне кірдік. Кіріп сол атын кім, мынау сол уақыт сөздер, сұрақтар қойып, соны түгел танысып алды. Содан кейін сен жұмысың біткеннен кейін маған кіріп шық деп сөйдеді. Содан жұмыс біткеннен кейін кіріп шықтым Шәкен ағаға. Содан бір анда-мында сөз арасында қарап отырады да маған ай қалқан құлақ ай деп қояды. Ең бірінші мені қалқан құлақ деп атаған сол Шәкен аға болатын. Содан ай қалқан құлақ ай қап деп қояды. Неге айтады, неге өкінет деймін да қоям. Сөйтсем, кейін айтты енді. Кейін анау атаманның ақырына түскеннен кейін, менің қандай актер екенін білгеннен кейін, әбден етен екеуміз жақындасқаннан кейін сырласып кеттік екенбіз. Сонда айтатыны қап дейтін, ағамен айтын, бір күн айтын, аға неге өкінесіз, осы қап деп неге айтасыз деп сөйдедім. Сөйтсем, өй, ішіңді бәлен етейін, анау алдыр көсе сенің жұмысың ғой, менің қартайғанда жасым келгенде не шаруам бар еді онда деп. Сонда бірінші рет маған айтты сонда. Шәкен аға рөлге лайықты әртісті шебер таңдаған. Рөлді үлкен кіші деп бөлмеген, эпизодтық рөлмен ақ жалпақ жұртқа танымал болуға болатынын талай рет дәлелдеген. Шәкеннің қолына түскен әртіс шарболаттай суарылып шығатын болған. Бір күн айтты, мына сценарийні оқы деді. Оқыдым, мен маған лайықты ештеңке жоқ енді, қай жерін ойнаймын, не ойнаймын деп өзім ойладым. Соңғы анау әкім дегенді мән беріп қарашы өзі, қандай екен деп сөйдеді. Соңын байқаймын, жасы да, қылығы да сол маған лайық болып тұр екен. Ой, мынау керемет қой деп сөйдедім. Керемет болса соған дайындал, сен соны ойнайсың деп сөйдеді. Соны ойнап шығардым. Ойнап шыққаннан кейін Шәкен аға анау әлгі бір сцена бар ғой, әлгі көрімді қазып жатып, соңғы құлайтын жерім бар. Соны енді өзім жасаған, дублер жоқ о кезде. Сонда әлгі құлаған кезде өзі Шәкен аға өзі келіп қолын созып, әлгі шығарып алды, әлгі шаңның ішінен, топырақтың ішінен. Шығарып алып, группаның бәрін айтты, сендер кете беріңдер. Біз өзіміз жаяу барамыз деп. Сонда кеген ғой дейміз я. Мойнынан құшақтап алып, сол кегенге дейін екеуміз жаяу келдік. Сонда өзім ойлаймын да, сол өзінің барын қол арқылы, пейіл арқылы, көңіл арқылы сол маған сіңдіре берген болу керек. Айманов шырқау биікке енді ғана көтеріліп еді. Үлкен істерді жоспарлап жүрген, ой қалған дүниелерін аяқтап үлгергенде, бұл туындылардың да қазақтың өнер тарихында алтын әріппен жазылатынына дау жоқты. Бірақ тағдыр оған жазбады. Қазақтың 3 алып кинорежиссері бар. Шәкен Айманов, Мәжит Бегалин, Абдолла Қарсақбаев. Үшеуі де 56 жасында өмірден өтті. Қазақтан Шәкен ағаны соңғы көрген мен. Москвада
Коля Рыбников менен Алла Ларионовамен бұлар дос болатын. Мен Эдуард Бочаров деген Семір солдатиков деген фильм түсірді, Жетінші аспан деген фильм, сонымен мен жол доспын. Өйтсем Эдуард Коля Рыбниковтармен дос екен. Сон бір күні Коля шақырды, маған звондады. Колямен мен де жақсымын ол кезде Рыбниковпен. Он Бочаров айтты, сен барасың? Барам. Маған ана Коля айтты, мандалиніңді ала кел деп айтты. Шо тоғы, неге ол шақырды деп. Соңғы мен керек болған шығар алып барайық. Сон екеуміз таксиге отырып, Коляның үйіне келдік. Коляның үйіне келсек, Шәкен аға отыр. Сон Шәкен ағаны өлең айтқызу үшін жаңағы мандалин алғызып отыр екен. Ал Шәкен аға мандалинмен мына орыстың романстарын керемет айтатын. Оны мен өзім естідім. Сол күні түнгі сағат 2-ге дейін рақаттанып отырдық Шәкен аға менен. Шәкен аға әлгі маған өлең айтқызады, тағы біреулер сол дарылдап өлең айтқысы келсе, Шәкен аға айтатын. Айналайын, мұны осы пәленші сом ақша берейін, сен қоя тұршы, сен өлең айтпашы деп, сөйтіп айтқызбайтын ол кісі. Әдемі, мәдениетті түрде жаңағы тоқтататын. Сон сотыны кешке дейін өлең айттық, түнгі сағат сол 2-ге дейін. Сон едік екеміз кетіп қалдық. Келесі күні Донбасқа Коля Рыбников, Алла Ларионова, мен, едік төртеміз жаңағы съемкаға кетіп қалдық. Содан 3 күннен кейін телеграмма келді бізге, Донецкіге келді. Осындай Шәкен аға қайтыс болған. Сонда қазақтан мен ең соңғы көрген қазақпын, Шәкен ағаны өлең айтып, жадырап, жайнап отырған. Түсінді ғой. Сол фильм Грузияға барып, бір фестиваль болған ба, сонда өте жақсы орын алды. Фестивальда ең жақсы деген фильм атын алған. Сол неден Грузиядан қайтып келген уақытта Москваға барып өзінің жолдастар көп қой Шәкеннің. Мәжит бар, барлығы қаптап, жиналып, Шәкеннің соңынан вообще бүкіл Москваның әртістері еріп жүретін бірге. Шәкен келді десе, ой, Шәкен келді деп, барлығы жиналып, күні түні сол Шәкен соңынан қалмайтын. Шәкен өзі Москва кетсін сағат өтін оқи. Сол егер ақша бірдеңіз тауысып болса, ана ресторанға бар, официанткаларға, Маша, я тебе завтра принесу, давай деп. Сонан Москваның официанткалар да жақсы білетін. Шәкенге солай сенетін. Содан қуанып қайтқан кез еді. Сол қуанып қайтып, комитетке кіріп, бастығына барып, айтып, барлығымыздың жақсы болды деп, олар барлық қолын алып қуанып, бұл өте табылған дүние екен деп. Содан ол кешке таман мәжітке айтады, мәжіт жанында 10 шақты жігіт бар, қаптап жүрген. Сендер ана Дом киноға бара беріңдер. Дом киноға барып, соның рестораны бар Дом киноның. Соған барып, менің атымнан стол жая беріңдер. Мен 5 минутқа кіріп шығатын жұмысым бар. Мына қағазға қол қойып керек. Комитетке барып. Ал Дом кино мен комитетінің арасы алыс емес. Максим Горький көшесінің несінде. Соған кеттің ғой. Бірінші көрген Эльмира Оразбаева деген әнші болған сол кезде. Мына Елдор Оразбаевтың несі әпкесі. Сол Шәкен ағаны танып, жолда жатқан ел жиналып қалған кезде соны көріп. Ойбай, мынау Шәкен аға ғой, керемет үлкен адам ғой деп баяғы. Сол жер көктің бәріне хабар берген. Содан сол Шәкен ағаны қадірлеп, қастерлеп осы Алматыға алып кеткен. Шәкеннің дос жарандары өте көп болған. Тіпті ол биліктің биігіндегі кісілермен де жақын жуығындай араласқан. Шәкеннің күтпеген қазасына олар да қайғырған. Еліне еркелеген парасатты перзенттің өмірден өтуі күллі қазақ жұртын күйзелткен. Телеграмма келді дағы, сода мен бардым ғой Москваға. Москваға бардым, бір қызық жері, анау Қонаев марқұм сол кезде неге Бразилияға кеткен. Шәкен екеуі жақсы дос еді. Сонда Шәкен саған не әкелейін Бразилиядан дегенде маған бір зажигалка алып кел депті. Шәкен онда бір кішкентай нәрсе жақсы көреді. Қарындаш, зажигалка, онда бір сөқтүйек жақсы көреді. Сол маған бір зажигалка болсын деген бе қалай.
Сол как раз мен сол бардым Москва барғанда Димекен келген екен. Мені казахский представительствоға шақырып алып, көңіл айтты. Сонда Димекеннің көзіне жас алып, айтқаны бар марқұмның. Мынау қараш, әдейілеп Шәкеннің тапсырған деп, зажигалка сатып алып едім. Осының әкеп қонтайын деймінекей, бір алмай қалдым. Кәукенен айналайын қайтемін сен, бәрімізге бірдей батып отыр, деп маған көңіл айтты. Сол кеше қарап отырсам, сол кезде сол 55-56-ның маңайындағы жас екен. Соның өзінде бұл кісінің парасаттылығы, бұл кісінің кемеңгерлігі сондай, жалпы бұлардың тұқымы асыл. Мынау Кәукен ағада Свердловск студиясын мен бір ай тоқтатып қойған. Осы Кәукен ағаны түсірмесеңдер мен де түспеймін деп. Последний год Беркута деген фильмде. Сонда Кәукені бұлар неменесіне олған қызығып, бұны не қылып әлдеқандай қылып жүр деп жаңағы Свердловскінің киностудиясы сөйдеді. Сондай ой туды енді. Соны Кәукен аға келгеннен кейін 2 күннен кейін бір кішкентай жиын болды, той болды. Сол кезде Кәукен ағаның өзінің өнерін көрсетті. Содан кеткенше Кәукен ағаның қасынан бір орыс, бір адам жаңағы алыс кетпейді, қасында жүреді, әңгімесін естіп, қызығын көргісі келіп. Кәукен аға дегенің енді Шәкен аға деген екеуін бірін айтқан кезде бірін бөлуге болмайды. Өйткені екеуінің жаңағы қылығы да, ісі де, қаны да жаңағы халық үшін, қазақ халқы үшін бұл бір тумалар. Шәкен өмірден өткенмен оның фильмдері көрермендерді әлі күнге дейін әлдилеп келеді. Бүгінде заманның кескін кейпі өзгеше қалыптасты. Киноның да сипаты өзгерді. Режиссерлік өнерге оқыған-тоқығаны көп жаңа толқын келді. Төл тума дүниелерін түсіріп те ұсынып та жатыр. Бірақ бәрібір соларға шырқау биіктегі Шәкен шыңы алдырмай тұр. Шәкен ағаның режиссерлік құдіреті оғысының тамыр тереңде жатыр. Анау сөлді, анау бір 20-30 метрден барып сорады. Ал енді мынау қаланың ішіндегі ағаштар итеріп берсең құлап қалады опырылып. Өйткені анау тереңге бармайды тапыр несі. Анау асфальттың үстінде ғана жатады. Жауын шашын, уақыт өк, кішігірім сулардан нәр алады. А жерден сөл сормайды. Соқтан Шәкен ағалар халықтың ішінен, мынау өзінің елінің ішінен сөл сорған адам. Соқтан оғысының құдіреті сонда. Оғысының астары терең. Ондай режиссерлар мынау кейінгі жігіттеріміз бар. Мынау Қану Қасымбеков деген жігіт бар. Ол да тереңнен соратын жігіттер мысалы. Анау кейін сұрақ қояды кейбір журналистер. Сол кісілердің дәстүрін қазір қайталайтын режиссер бар ма деп. Мен айтам, жоқ. Олай болу үшін туу керек қой. Мәншүктің фильмін түсірді ғой. Сонда Мәншүктің әкесін ойнадым мен. Сонда бір ән бар еді 25 деген. Соған Сапарғали Бегалин Мәншүктің әкесі өлең жазды. Керемет жақсы жазды. Соны мен домбыраменен айтып, ана Мәншүктің әкесі мен енді фильмде ана Мәншүкті желді аралатып, бейттерді аралатып, бұл жерде әкенің жатыр, бұл жерде бабаң жатыр, бұл жерде біздің тұқымдар жатыр деп бәрін айтады ғой. Сол кезде бір өлең айтады, ән айтады. Соны мен жазғызуым керек еді. Соны апарып, киностудияға барып, есік терезені жабады, сықылды. Қолыма домбыра алып, жаңағыны енді жазайын тұрған уақытта есікті сартылдатып біреу қақты. Мәжит ренжіп қалды, бұл кім бұл? Жүгіп бұрып Шәкен екен. Мына әнді Кенжетайым сен мен жазғызам. Маған берді, қолымнан домбыра алып Шәкен жазғызған. Сонда осы Шәкеннің дауысы сонда қалды. Шәкен өте көпшіл болған. Фильмдерінің назар салған адамды бірден баурап әкететіні сияқты, өзі де әңгімелескен кісіні жүрегімен жаулап алатын көрінеді. Шәкеннің зиялылығы, Шәкеннің серілігі, Шәкеннің қалжыңбастығы, Шәкеннің әншілігі заманында аңыз болған. Енді бүгін сол Шәкен әдеміде сыршыл естелік әңгімелердің сағынышқа айналған кейіпкері. Мен өзім таң қалатым. Қайдан білетім? Бұл Шәкенде қандай осында бір сыр бар.
Мен өзімді осыны үшін таба алмай жүрмін. Қай жер көрсек, мені Кенжетаев деп танымайды. Мені Шәкеннің інісі деп таниды. Ойбай Шәкеннің інісі келіп қалды деп жүгіріп. Білдіңіз бе? Баладан, үлкендерден, ақсақалдардан барлығы Шәкеннің аяғын тік тұрады. О кісімен жұмыс істеу рақат болатын. Кең, дарқан, жайлау болатын. О кісі ешқашан ешкімді асықтырмайтын. Оның кейін бар, бірақ анда-мында әңгіме арасында жаңа қарта ойнап отырады, не болмаса шай ішіп отырады, бәрін ұйымдастырып отырады, өзінің маңайынан жібермейтін. Сол кезде сол анда-мында сұрақ қойып қоятын. Анау жер қалай еді деп білмеген болып. Сол кезде уақытында жауап беруің керек. Анандай былай болатын деп соған. Я дейтін мұрын шүйіріп, мен оны ұмытып қаппын ғой деп. Сонда кейін біледім, әдейі істейтін о кісі. Сондықтан о кісі ешқашан ешкімді қумайтын, ешкім асықтырмайтын. Дайын ба? Дайын. Ал енді бастайық. Содан кейін бастайтынбыз. Режиссердің жаңағы өзі ептеп өзі актер болатын о кісі. Өте ұлы актер болатын. Ептеп былай жасасақ айтеді деп өзі көрсететін. Зорламайтын. Былай жасасақ айтеді деп өзі ойнап көрсететін. Сол кезде ана жасаған нәрсесін құсатпасаң, енді ол көкмей актерсың онда. Оның кейін о кісінің қасында жүрудің қажеті жоқ онда. Аға ұрпақ Шәкенді тынбай іздейді. Әсіресе жасы 90-ға таяған туған інісі Кәукен қатты сағынады. Киноның асығы алшысынан түсе қоймай күйінген сәтінде Нұржұман да Шәкен ағасын ойлайды. Ал Алыптар шоғырының қатарындағы Асанәлінің Шәкенді бағалауы тіпті бөлек. Өйткені оның өнермен өрілген өмірбаянын Шәкен ағада бірге жазысып еді. Аймановтың айналасындағылар ұлы тұлғаның көзін көріп, сөзін құлаққа құйғандығымен де бақытты.